Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жаңа жылдық дастарханымыздың сәнін келтіретін әдемі керемет салат жасайтын боламын. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдын ала пісіріп алған тауық етін, сәбізді, картопты осылай майдалап, ұсақтап турап шығыңыздар. Жұмыртқаны дәл осы видеодағыдай қылып турап алыңыздар. Ақ уызынан сары уызын бөлек-бөлек ажыратып турасаңыздар, өте керемет болып шығады. Сырымызды осылай үккіштен өткеріп алдым. Одан соң салат жинайтын тарелкамызға салат жапырағын салып, үстіне кальцоны қоямыз. Енді турап алған заттарымыздың бәрін осылай қабат-қабат қылып жайғастырамыз. Ортасына майонез жағып шығамыз. Осындай қазақ тілді каналдың алға қарай дамуына үлестеріңізді қосып, осы видеоға пікірлеріңізді жазып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Осылай заттарымызды жайғастырып болған соң, үстіне сырымызды себеміз. Одан соң тоңазытқышқа 2 сағатқа қоямыз. Мінекей жаңа жылдық салатымыз дайын болды. Енді осының үстіне салат жапырағын ұсақтап турап алып, сеуіп шықсаңыздар, өте әдемі болып шығады. Егер рецепт ұнап жатса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода көріскенше ас болсын.